Абайдың 19-шы қара сөзі. Адам ата-анадан есті болып тумайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан көргені, білгені мол адам білімді болады. Естілердің сөзін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерін ескеріп, жаманнан сақтанса, сонда іске жарайды. Соны адам десе болады. Мұндай сөзді ескенде жайғақтап, не салғырттанып естісе, не есткен жерін қайта қайырып сұрап, ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде естіген сөздің расына көзі жетсе де, шыға бере қайта қалпына келсе, естіп, естпей не керек? Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір кәкім айтқан екен. Сол секілді сөз болады.